5 айлық баланың бойы 5 айлық баланың Әлхамдулиллах, астағфируллах, кешірім сұраймын. Достар, бүгінгі тақырып 5 айлық баланың дамуы мен физиологиясы жайлы айтатын боламыз. Достар, ең алдымен каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Подписаться деген батырманы басып, и лайк басамыз, достар. Сіздер үшін бәрі. Лайк басамыз. Бастыңыз ба? Ендеше бастаймыз. АСМР. Өте дәмді екен, достар. Арасында өстіп қуып кетіп АСМР жасайтын бар. Так, достар, 5 айлық баланың бойы қыз балада 60 пен 66 сантиметр аралығында болады, ал ұл балада 61 мен 67 сантиметр аралығында болады. Салмағы қыз балада 5-9-да 7-7 килограмм аралығында болады, ал ұл балада 6-1-де 8-3 килограмм аралығында болады. Басының өлшемі қыз балада 40-3 және де 43-те 2 сантиметр аралығында болады, ал ұл балада 41-де 2, 44-те 6 сантиметр аралығында болады. Кеуде өлшемі қыз балада 40-3, 44-те 5 сантиметр аралығында болады, ұл балада 41-де 1, 45-те 7 сантиметр аралығында болады. Тамағының астында бұғағы шығады. Бұлшық еттерінің жетілуі де арта түседі уже 5 айында да. Екпетінен жатқан бала басын иығымен қоса ұзақ көтеріп тұра алады. Алдын 4 айында тек басын көтеріп тұрады деп қой, енді уже иығымен қоса ұзақ көтеріп тұра алады. Және де алақанын тіреп, кеудесін барынша тіреп, бүйтіп көтеретін болады да уже. Басын көтеріп, жан-жағына бүйтіп қарайды уже, жан-жағына. Шалқасынан жатқан бала қол аяғын және басын көтеріп, отырғысы келетін қимыл жасайды уже. Осы уақытында шалқасынан жатқан бала, осы уақытында екпетінен немесе керісінше аунап алатын болады уже. Уже бір жайында жатпайды да, былай аунап ала береді да. Так, 5 айлық баланың мысалы алдына бір зат қойсаң, соған уже алға ұмтылады уже. Баланың гипертонустары толықтай уже жойылады, достар. Кез келген ойыншықты қолын, аяғын, аузын тығып, саусақтарын уже сұра береді. Оны қайтарып отыру керек. Себебі соған үйреніп кетсе, жағы, тістері қисық болып өсіп бастайды уже. Қисық болып өсуі мүмкін. Микробтар кетеді аузына, және де қолдары да қисық өсе бастайды. Түсінікті ғой, егер де қайта сала берсе, қолына мақтадан жасалған қолғап кигізіп қою керек. Арнайы бар ғой қолға кигізетін. Баланы емізуді енді уақытқа қойған дұрыс. Баланы емізуді уақытқа қойғансы уже. Арасында 4 сағат жиілікпен күніне 4-5 рет емізеді, және де есте сақтайтын жағдай түнгі ұйқысы мен күндізгі ұйқысы ауыстырып алмау керек. Яғни баланы түнгі 23:00 мен таңғы 6-ға дейін емізген дұрыс. Мінекей, баламыз уже ержетті деген сөз. Оның асқазаны ана сүтінен басқа тамақтары да уже қабылдауға дайын. Уже қосымша тамақ бере берсеңіз болады, жайлап пюрелерді деген сияқты да, көкөністерді езіпті, аз-аздан, көп емес аз-аздан. Түсінікті ғой да. Так, 5 айлығында балада тістері жарып шыға бастайды, уже тістері шыға бастайды. Түсінікті ғой да. Тісі қатты қысиды, кез келген затты аузына салып, қыршаланып тістей бастайды уже. Мазастанып, жылап, жынданып уже бүйтіп ше, ойыншықтарды кәдімгідей. Сондай болды уже, 5 айында уже тіс шыға бастайды ғой балада. Аптекада арнайы резинкалар бар, аптекада. Сондай алып беріп қойсаңыздар болады. Достар, тіс шығуында дене қызуы жоғарылауы мүмкін. 38 градусқа дейін үлкен дәретіне 4-5 рет жасыл сұйық болуы мүмкін. Үлкен дәретке 2 және 5 ретке дейін шығады. Дені сау ана сүтіне тойып отырған бала күніне 6-10 ретке дейін зәр шығарады. Каналға тіркелуді ұмытпаңызшы. Тіркелдіңіз бе өзі? Егер тіркелген болсаңыз, комментарийға жазып кетіңізші. Тіркелдім, мен Махамбет, айта бермеш, тіркелдік қой. Комментарийға жазып кетіңіз, мен көре отырайын. Ойбай, мына апамыз тіркелген екен ғой. Мына қарындасым тіркелген екен ғой. Балаға тіс шығып атқан кезде іш өтуі мүмкін, іш өтеді. Іртік жасыл болып, температура беру мүмкін. Түсінікті ғой да? Температура мазастанады уже тіс шыққан кезде. Ондай жағдайда аптекадан не алып, свеча салсаңыз болады. Арнайы иммунитетін көтереді, әрі температурасын түсіреді. Енді тіске ештеңе жасай алмайсыз, амал жоқ, ол табиғи зат.
солай болуы тиіс. Көруі 5 айында көзіне түскен заттарға ұзақ қарайтын болады. Ол қозғалмай тұрса да 70-80 см қашықтағы заттарды уже ажыратады. Ата-анасын басқаларынан ажыратады уже. Смело. Басқалар келсе, қорқып, сақтанып қарайды, жатырқай бастайды. Даже өзінің әкесін 4-5 күн көрмесе де уже әкесінен де жатырқайды. Прикинь, сондай болды ма сіздің балдарыңызда? Достар, айтуды ұмытып кеттім ғой, лайк басып кетіңізші. Каналға лайк басып кетіңізші. Бастыңыз ба? Тіркелдіңіз ба? Подписаться деген батырманы бастыңыз ба? Дауыс шықса 4-5 секунд қатып қалады уже. Естуі да. Не екен деп біліп, уже ажырата бастайды. Және де өзімен сөйлескенді уже біледі 5 айлық бала. Айтпақшы, есте сақтайтын жағдай естеріңізде болсын. Жаңа пюре, көкөніс, естіп бересіздер ғой, қосымша. Аллергия беріп кетуі де мүмкін. Абайлаңыздар, аллергия беріп кетуі де мүмкін. Жайлап қарайсыздар ғой. Десек те, абай болғанымыз жөн, десек те. Аллергияға бейім көкөністер, сәбіз, картоп, аллергия болу қаупі өте аз, капуста және кабачок. Түсінікті ғой, аллергия шығып жатқанда дәрігерге қаралу керек міндетті түрде. Егер балаға аллергия шықса, мысалы да, бір дәрігерге қаралу керек, дәрігер назначение береді, супрастин, чопачом, мысалы, немесе фенисил деген сияқты. 5 айлық бала уже еңбектеуге әрекет жасайды. Түсінікті ғой да, еңбектеп кетпейді. Еңбектеуге әрекет жасайды, жайлап, партизан сияқты бетеп, жорғалайды уже. Смело 5 айында. Бастау керек қалыпты жағдайда да. Түсінікті ғой, партизан сияқты былай. Былай 4 аяқтап кетіп, еңбектеп кетпейді. Просто уже бастайды да, жайлап бетеп, тұрып бастайды біреулер. Жайлап бетеп, шимпанзелер сияқты бетіп қозғалады. Түсіндіңіз ба? Ескерте кететін жайт, баланы кейбіреулер бар екен. 5 айында қадалыққа отырғызып қоятындар бар екен. Балам тез жүрсін деген сияқты қылып та. Естеріңізде болсын, баланы қадалыққа отырғызып қоюға болмайды. Сондай ата-аналар бар екен. Ол өте қате. Себебі баланың 5 айында әлі аяқ қолдары қатайған жоқ. Аяқтары да балаға аяқ қатайған жоқ. Егер сіз қадалыққа салып қоятын болсаңыз, уже 5-6 айында да, егер балаға D3 витамині, кальций жетіспейтін болса, аяғы қисайып кетеді. O тәріздес немесе X тәріздес болып экранда көргендеріңіздей. Көрдіңіз ғой, егер балаға кальций, D3 витаминдер жетіспесе, сіз оны қадалыққа салып қоятын болсаңыз, ерте бастан жаңағында осындай X-образный, O-образный болып кетуі мүмкін. Солай достар, бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Достар, айтпақшы, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңізші. Мен айтудан жалықпаймын. Сосын сұрақтарыңыз болса, смело қойыңыздар, комментарийға мен бәрін оқимын. Солай достар, сау, сәлеметте болыңыздар. Аманшылықта жолығайық. Келесі тақырып 6 айлық баланы көрсетемін, хорошо? 6 айлық баланы көрсетемін.